Они даже дату путают. Азимова я лично личные усилия, она не говорила. Потому что, наверное, он расположил ее к себе чем-то. Я, наверное, она ему дала телефон. Я по WhatsApp ей пишу, она прочла, ответила мне. Азимова, да? Нет, я знала, умственная она была. Потом крыш я еще не докончила, не выпила все. Ну, уже это самое, все из бюджета. Потом на колотовский по отпискам. Орысша не слышишь, синдроме видишь? Колосовский кеңес, я записала, а сейчас я сижу, думаю, что это? Комитет? Совет безопасности. Совет безопасности. Совет безопасности при президенте. Конкретно там кто это руководитель? В интернете посмотрите, Совет безопасности наберите. Потому что мне халава айтар, а жақта қанша аталар. Ну оттуда вы можете, нам тоже написать, не разница, там через свой РЦП ключ берете и пишете. И даже лучше, чем отсюда, там с кабинета вам легче будет отслеживать. Знаешь, что пояснение, потому что здесь может судить на Ну вот его только не говорите, что я вам сказал. Когда вот идет отписка, чтобы я знала, что... В администрацию президента можно написать, и Совет безопасности, который регулирует все этой силовые. Хорошо? В интернете посмотрите Совет безопасности номер 1. Администратор следствие, а это восстановлено. Сейчас чуть-чуть. Вот когда же она что, не подняла. Не очень устала, не интересно. И даже когда следствие, она надо следователь Кім? Талдықорған? Талдықорған? Талдықорған. Я же специально не забыл, получал сюда только на свет. Две салки стул. Хорошо. Жасыңыз және елге және мен айтып Сен асықпа, жазамызсыз. Бәрі жазалансын. Одан кейін ал үйі жоқ, қазір жағдайы жоқ қаншама отбасылар жүр, мысалы Алматыда, мысалы толық. Тегін үй берді. Дұрыс. Тегін үй берді. Өйткені Қазақстанның байлығы жетеді, соларға тегін үй берді. Ал ана қашып кеткен олигархтардың үйлерін неғып бермейді осындай адамдарға? 800 квартирасы бар дейді, бір адамның. 800 квартирасы бар ғой, анау бір адамның 800 квартирасы бар. Не үшін Қазақстанның байлығы тегін үй берді? Үй жоқ отбасыға. Оларға тегін жағдай жетпей ма? Ана майзды салып. Айтар, Нұрсұлтан үшін неге тұтқан? Бұл сатқын, қылмыскер Нұрсұлтан. Bunu almışlar. Dürüst. Nursultan Balası'nın artık alışın diyor. Aydın Aslanılık'ta Nursultan halkın cağı. Çünkü 91 yıl, 91 yıl caz koymuş.
91 жылы тәуелсіздікке тікелей қатысушылар. Қазір мына кісіден кейін сөйлейсің, асықпа. Біз орыспен бірге болуымыз керек. Сосын Тоқаевтың әңгімесін тағы сөйлеп Россия бізді орталық Азияның егесі болу керек деп. Не сұмдық, осындағы бассыздық болма. Қазақ елі Алматыда тұрады. Алғабас Кісіге де хабарласса болады екен. не деген сұмдық, не деген бассыздық. Мынау Тоқаевның жауап берді. Ютубте жүреді. Тілдегі керемет қой өзінің орысша сөйлейді. Атасының басын орысша сөйлейді. Мемлекетті қазақ тілін қойып қойып орысша сөйлейді. Неге ол бұлай? Сосын қазақ мемлекеті 150 мың адамнан астам қол қойып жіберді. Мемлекеттік тіл бір тіл болсын, қазақ тілі болсын деп. Мен оны Қуатахметовпен бірге жүрген адаммын. Қазақ тілі мемлекеттік тіл бір тіл болсын деп. Сонда анау парламенттің аккорд қазақ тілін мемлекеттік қойып қойып деп. Қабылдамай қойғаны дейді. Бұл не деген бассыздық. Орыс тілі, қазақ тілі, бір-ақ тіл болу керек. Конституцияға Орысбек аға болу комиссия мүшесінің басында. Сөйлейді. Жылайды қазір. Сағат 10-да кездесеміз деп едік. Не істеп жүрдің? Менің номерімді алдым. Алмадыңыз ғой, сіз кіріп кеттіңіз. Бала шағасын асырап отырған балам дейді, 30 жастағы балам. Бір жаңағы әшейін үйіне кетіп баратқан жерден оқ атып, бүйрегін қағын екіге бөліп кеткен, бүйрегін бауырдың жартысын алып тастаған, бір бүйрегін алып тастаған. Енді естуде жұмыс істей алмайды, бала шағасын асырай алмайды. Жеңсағанның оңай өтсі ғой. Жеңсағанның оңай өтсі. Иә, кешегі. Ұлттар жаңа Россиядан, Украинадан келіп жатқан адамдар ғана. Гражданство ма немене? Қазақтың сорасы Бұдан сайын қазақты, қаншама қазақ квартирада жүр, қазақтың байлығы жетпей ме сол әр отбасыға тегін үй беруге. Қол қоясың ба? Тегін анау. Қазақтың байлығы телефон жазасың. Дұрыс айтасыз ағай, сіздікі дұрыс. Жетеді қазақтың байлығы. Анау 160 адамның қолында. Коллективный арыз, қинаған, зорлаған, ұрған адамдардың арыз жазып отыр. Бұны халықты ит қылдылар ма, ит қылды. Бұны Тоқаев, Назарбаевтың 30 жыл бойы алдап келді. Неге тұралап сөйледі? Алтастаңыз. Осылай сөйлеу керек қой, сіз жалпай сөйлеп Шұғырны емес. Мен жалпы сөйлеп тастадым. Назарбаевтың да Тоқаевтың да сотталу керек. Дұрыс. неге Тоқаевтікі жоқ, неге мына түсінікті? Тоқаевтікі неге тұрады? Тоқаев президент бұл. Арзында көрсетілді, мынаны бірақ ақошқа тапсырыңыз деп талап алыңыз деп сен мен жауап болу. Арзадан өткізілмей, сосын мен карточкама бәрінің несі туралы Сіздің карточкаңызды толтырудың себебі бұл сіз қай сұрақпен келдіңіз, қай мәселе өтіп осы соңына жазылған. Арызыңызда бәрін көрсеткен сөзіңіз. Жаңа сіз мына кісіге жалғыз басты ана, көп балалы ана деп бәрін тіркеп жатыр, қайда жұмыс істейсіз деп. Сіз мені сұрамадыңыз ғой, мен жұмыс істеймін бе, істемеймін бе, мен неше балалы ана қағазын қойдым жаңағы қасына. Жауапшылардан кетіп қалды ғой, не за что дегенде. Мен ұлым өлсе беттерін тырнап алатын едім. Отбасына асырап жүрген Тоқаевтың ескертушісі атымда деген бұйрығынан Жоқ, қашып кеткен олигархтардың үйлерін неғып бермейді осы жандарға? Қашып ғой бәрі байлар. Осындай кісілерге үйдегі Назарбаевтардың бүкіл резиденциясы бос жатыр. Соған қазақтар кіргізбей ма осындай қарапайым? Енді орыстар келіп асырайды. Орыстарды асырайды. Кіргізбейміз орыстарды. Тоқаев қылмыскер. Әбден ашындыр. Дұрыс айтасыз. Мен жаңа информация жазып жатқан қағазым жоқ. Қазақша сөйлейді. Ондай адам қалай президент болады қазақ елінде? Дұрыс айтасыз. Осы жазыңыз. Оны далаға шығып айтамыз қазір камераға.
жаңағы біздің президентimiz var, biz жұмыс жасайды дейміз. В общем, азапат енді қабылдауға келген ана жерге мен талон жоқ. Аға, міне бойда 15 баланы ешқашан аға 15 ағайындар шықты. Кенжеміз. Әке шешем шабан болған. Көбейінкіміз өзі жалайырмыз. Таңыз өзім табылған жөн. Ол кісі таппай қойды, маған звондап, мен таңдап алдым. Мен ақшан қайда болмаса, Мен апарып өтіспейін. жоқ қой. Қойыңызын ба. Сөз уәдесі керек қой бізге, уәдесі. Уәдесі сөз керек. Айтпады деймін. Кішкене сөйлеріңіз ойдай бар екен бұл. Ой туған, ой. Қойды ма? Әділбек 5. Сіздің ручкаңыз қайда? Мынада мен кімді істеңіз? Мен ана жақта біреу тасыма қылдым. Sen ne dedin? Sen oldun da. Kızlar, жаңағы арыздың астында қағаз бар еді қайда? Арыздың астында қағазды берші деймін. Жоқ. Бұны бар ғой, бір рет осылай азаптау 13 январда жіберген. Осы азаптаумен егер екінші рет 20-сы күні январдың 20-сында алдап күн үйден қайттан алып кетпесек, біз да жоқ. Емдетіп алармыз, құрсын ер басынан не өтіп деп неткеміз, бірақ 20 январда бұны телефоныңды қайтарып береміз деп осындай көрсеткізін 20-сы күні аударып қайтадан апарып жауып, қайтадан сондағы мойындатқандары жада бірінші рет осылай жіберген. Содан телефонына қалып қалған ғой бұны. Бұның телефоны су жаңа телефон, бірақ кредитта болған. Өзі кредитін төлеп жүрген. Шыққан жоқ жатыр. Енді бұны мен сізге айтайын мойындатқан. Бұны бар бұл қиынағанда айтқан ана памятник уақытында бар. Мен мойындамайын деген ғой. Содан бұны енді қиынаған енді. Шынын айтып. Ал ер азамат қой, мына дүн келіпкізген. Атакөз дейді, қиынаған. Мына бүткіл несіне иінеге тыққан, дубинка, мынаны біз айттым ғой, антикорға жаздық неттік олар істі бастап әрдайдап кеп мені. Содан кейін фото познания мына өз бәрін танып отыр. Соған дегенде в общем ал фиксация мынағандарды өткен берген жоқ. Бірақ ары тергемей жатыр. Бізде ары қаратай тоқтап қапты. Неден тоқтап тұрсыздар не десе жаңағы 2 аптадай болды. 2-3 аптадай. Ресми жазғанда қандай жауап беріп жатыр? Іс келгелі жатыр, тексеріп жатыр, бір ауызша айтады. Қағаз жүзінде су болу керек, ертеңгі жазасыз. Қағаз жүзінде бізге түк беріп отырған. Онда бізге жазыңыз, біз алғанымыз. Аға, мен кеше Ошақтың Дем прокуратурасына тыстадым арыздарында. Мен де бұл қосымша арызымда жаңа антикордан келе жатырмын. Осы Алматы не Астананың Следственный антикор идет. Антикор. Мен жаңаның Астананың антикор. Онда Астананың антикорының жерден Астана емес Республиканың антикоры делана қатасып жатыр. Скорее всего, так надо сделать. Я так думаю. Енді сіздер білесіздер ғой. Мен біргеде филологпын, бірақ мен 3 жыл болды осында жұмыс істеп жүргеніме.
Сондай практика бар. Өйткені жергілікті жерге кейбіреулер сенбейді да, особенно ана юг, Шымкент вообще не қиын. Отдельный государство. Жаңағы бар ғой, мен айттым ғой, біздің президентіміз бар. Расымен саған бар деген соны әділдік іздеп, ана жақта жетпеген соны осында келіп отыр сіздерге. Ал енді жаңа антикорға мен сол жақтан келе жатырмын, арызын тастап. Қандай арыздар мені ген прокуратураға да бердік кеше мені. Жоқ, прокуратураның бөлек бізге жазамыз. Сізге жазған мен қазір жазам, әлі жазбадым. Ол антикоррупционный не жазып. Асықпай жазып келесің, ана 3:30-ға дейін қабылдайтын жерде терезе бар. 2:30-нан 3:30-ға дейін. Таңертең сағат 9-дан 3:30-ға дейін ғой. Жоқ, әйтеуір 2:30-дан 2:30-дан дейін. 3:30-ға дейін. Енді қазір 2:30-да өткіземіз. Неден тыстайтын бүткіл арыз тыстады. Содан кейін мен сізге айтайын, бұлардың енді осылай мойындатқаны, бұл бар ғой бала, шындығын айтса, өз аузынан бір байымен жапты құтқарды. Адамдар прям сондай иә сол кезде мені қазір айтады, біз анада кірдім мен, көріп сөйлескенде айтады, бір байымен жапты құтқарып шықтым дейді. Соны мені барсам іздейінші деп отыр. Талдықорғанның соншама қандай кірген шыққан байымен тұрайын деп тұрмыз. Ол мен де жіберемін, күзетем күндіз түні. Маған главный мынау ешқашан күн ғой ағады Шабанның қойшының қыздарымыз бізде 15 ағайынды да бір судиміз жоқ. Бұл оказаниясын маңдай берген ғой қанша қинап нетсе де. Мен ешкіммен шыққан жоқпын, ана сұрақтар қойыпты. Митингқа шыққан қасыңдағы адамдар танисың ба? Ешкімді танымай, мен жалғыз барғам, жалғыз неттем. Ешкімді араластырмаған оказаниясында. Бұл ешкім танымайын деген ғой. Бірақ жаңағы бұл кісілердің енді бізге айтып отыр ғой, видеосы бар тас лақтырған не деп ше? Бұл тас лақтырғанда, бұл бірінші күні чисто жаңағы случайно халық үйіліп тұрған соң баққаға, 4 күні, иә. Ал 5 күні бұл спорт школаға өз қатысымен болатын. Жұмысқа орналасам деп, тура еще тұратын, сіңірмекі квартира тұрып, турасы площадьтың қасында тұрады ғой үйлері жақын. Мынау бойдағы өзі. Содан сол жерден соның бәрі бұлай да бұлай акиматтың алдын кесіп өтіп жүреді бұлар. Бүткіл нелер сол жерде документ жинайды. Как раз 5 күні бұл документ жинайын етем деп шығып кеткен, ақ жасыл түсті киім, ешқандай бір специально дайындалып бармаған ғой. Адвокатымыздың өз күлі отыр, адам бір. Жасыл, мынандай түсті түртті ғой үстінде. Бүткіл видеосы бәрі бар бізде. Ана памятникті құлап жатқанда дегеніміз айтады. Өзі уже шош кеткен ғой сол кезде. Бұл даже акиматқа да кірмеген, жаңағы халқы кіріп мен, бұл ойшым қашып кеп ана памятник құлап неткен кезде уже айтады өзім шок болып қалдым. Мынау не болып кетті депші. Ал енді тасты лақтырғаны, тасты лақтырғаны жаңағы не? Тасты провокация әскери тараптардан болды, халық тұрған. Халықтар өздерін қорғау мақсатында ол тас жалғыз. Сонда халық жалғыз мен тас лақтырған жоқпын. Бұның мойындағаны сол, бірақ мен полиция қызметкеріне тас лақтырды. Видеосы бар. Сонда лақтырдым деп показания жазды. Бірақ оны жалғыз мен лақтырған жоқ, онда халық лақтырды. Мен лақтырдым, бірақ ол тасым массовый беспорядок, 272 кісі массовый беспорядок полиция қызметкеріне тас лақтырған. Сол тасым лақтырғанын тиген-тимегенін мен білмеймін. Иә, бірақ халық лақтырған осы мен де лақтырған. Орынбасар, сіз ана бұл кішініңіз ғой? Иә, ең келінжеңіз. Батыр ғой, Батыр. Объективно, соттың несін объективно, следствие, тергеу объективно осы. Обязательно. Одан кейін аға, бұл показанияның бәрін тағы да бар ғой, мені тағы азаптың жолымен алыпты. Жаңағы тас лақтырдым деген өзін. Пыткамен алған. Бұл айтқан ғой, мен өлтіріп ұстанды, мен ештеңе мойындамайын деген ғой, жиіне тыққан ғой екінші рет апарған.
сонда енді шақырып жаңағы антикорлар істі қозғады ғой, бірақ не тоқтатып қойды, айға апайып бастаған. Түнде жету керек. Оларға тықанан полицейлерді астымен қарап отырып. Бір кісілер даже барып едік, біз сізді айтайын тал болғанда, бізді мазақтайды жүр. Қайда барасыңдар? Кім сендерге нетеді деп ше, біз очень прокурорлар күлген даже. Күлек әрине, биліктің сөзін сөйлеп отыр ғой. Сонда мен айттым, сіздер дедім, не күліп отырсыздар, бізді қанша... Оның күлгеніне не назар аударасың, халық күлмесе болды ғой, халық қолдап тұр. Сіздер